Mine Şıhan özönünün tаңертеңгі көрінісі сегізінші маусымдағы велосипедтік серуенім жалғасуда. Маусым айы ең берекелі ай ғой. Су деңгейі түспеген, өзен толық. Бұл Шыған өзені менен қазір Құдай жазса жетерім. Анау осыдан бір 10 шақты шақырым жерде ертіс 3 айрықтан бөлінгені қосылып үлкен арнасына түседі. Сол жерден 80 жылдарға шейін мұнда кеме болғанда Заря деген жолаушыларды таситын кеме келіп тұратында. Жағаның қай жерінде болсын тоқтай алатын жағдайы болатын. Қандай міне жар биікті. Бертін түгелі тоқтады. Қазір ертісіңіз Шыған түгел ертістің өзі қайраңдап қалды. 30 жыл болды жеке тәуелсіздік мемлекет болып шыққанымызға. Бірақ есімізді әлі жинай алмай жатырмыз. Осындай дария пайдаланбай босқа рәсуа ағып жатқандай. Қандай әдемі көрініс. Табиғат тұнып, жан-жануар құстар түгелі жанталасып тіршілік жасап жатыр. Менің камерам ала алмайды. Әйтпесе, мынау тоғайда неше түрлі құстардың дауыстары естіліп тұр. Бүгінгі 8 маусым күнгі велосипедтік серуенім жалғасуда. Міне Шыған өзенін бойлап Ақжелкен оқушылар тұрағына келдім. Бұл өте ертеректе 70 жылдары ұйымдастырылған пионер лагері деген тұрақ еді. Ол кезде ауданда оқушылардың саны өте көп болатын. 3 кезең бойынша 3 ай бойы осы оқу, июль, август 3 ай бойы 3 кезеңде оқушылар осында келіп демалатын. Соның 70 жылдары Рысты екеуміз қыз жігіт болып
жүрген кезімізде ырысты осында медбике болып жұмыс жасады. Мынау міне Ақжелкен оқушылар тұрағының сол жағы. Мынау бір әдемі Шыған өзенінің көрінісі. Міне Ақжелкен оқушылар тұрағы. Бер жағында ескі ауылдың орны, баяғыда Белогория деп аталған екен. Көктөбе ауылы болған. Ескі. Орыстар Старый Белогория деп айтылады. Міне Шалқар. Тоғайдың жиегінде тұрым. Сонау көкжиекке шейін Тоғай міне. Мына үстіне шығарып дрон деген немен түсіретін болса, табиғаттың ең бір әдемі көрінісі түсіп кинофильм қоюға болар еді табиғат туралы. Жетінші, 8-ші маусым күнгі серуенім жалғасуда. İnşallah. Mine men Ертістің 3 тармағы қосылатын жерінде отырмын. Мынау оң жағымыздағы бірінші көрініп тұрған Шаған өзені, оның ар жағында орта тармағы, соны Бөдестен басталады бері қарай. Мынау жағында, міне аралдың ар жағында, ар жақ жағамен кететін, жағалаумен кететін Ертістің тармағы. Ол сонау Аққулы ауданынан бірақ шығады. Негізгі Ертістің ағысы сол жерде болған. Кемелер, неше түрлі әлгі шаруа жолаушылар таситын шаруашылық кемелер түгел сонымен жүретін. Мына Шаған өзенінің осынан Заря деген жолаушылар таситын кеме жүретінде. Оның өзі 40-30 адам алады, 50 шақты адам отырғызуға болады екен. Солай отырып, мынау жер өте бір әдемі табиғаттың жасаған. Құбылысы. Осы бір жерде жайпақ түсетін жер болатын. Жар. Ертеде бір осы маңайда бір үлкен бай болған екен. Сол байдың 10 жылқысы болған екен. Осы Ертістен суарады екен. Сол түскенінің үлкен жаңағы 10 мың жылқы кезектен келіп суарғанда жардың жиегін құлатып үлкен аңғар жасап тастаған. Сол жағында болу керек мына. Анау жерде Қарағой деген жер бар. Орыстар Змеиная Балка деп аталады. Сол жерге жылқысын жылына бір рет қамап жаңағы жан-жағына көз салып, жобал екен деп айтады екен. Енді ол да бір қалған аңыздың бірі болатын.
Ертістің биік жар қабағында тұрмын. Мынау жердің мына үш тармақ келіп қосылған кезде ағыстың қаттылығынан ертістің міне осы жағасы ойылып жері суға ағып кеткен. Жол әне жерде болған бір кезде. Міне мынау жол міне. Осы жол анау жерде болған. Ертіс міне 40-50 метр міне жерде ойылып төмен қарай кетіп қалған. Сондай бір табиғаттың бір керемет әдемі жері мынау міне. Bir кезде осы жерге келгенбіз. Нұрлан бір кемелермен тоқтап осы жерде біз енді қазір қабаққа жақындаудың өзі қауіпті. Құлап кетуі ғажап емес. Сондықтан жиектеп жүрмін. Сақтықта қорлық жоқ. Қандай табиғаттың міне бір әдемі көрінісі. Енді осы жерден Құдай жазса жолға шығып қайтам. Бүгінгі 8-ші маусым күнгі саяхатымның ең алыс нүктесі осы жер болды. Ертістің үш қиылысы міне жерде міне. Үш тармағы келіп қосылады осы жерге. Мынау бізде оң жағында Шаған, ортада Бөдеш жағынан басталатын, анау шеті Аққулыдан келіп, айрелектеп келіп қосылатын жері. Осы ертістің тармағы қосылып, ақ ертіс болып, ары қарай солтүстік мұзды мұхитқа қарай аға береді. Осылай мәңгілік болмақ Алла тағаланың әміріменен. Міне келген көлігім осы жерде. Алла тағаланың берген күш қуатымен келдім. Аллаға шүкіршілік етем. Бала шағамды аман қыла көр Алла.